мен атам Ибрахимнің дұғасының нәтижесімін деген. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін білу үшін кімнің өмірін білу керек екен? Ибрахим пайғамбардың өмірін білу керек екен. Ибрахим алейхиссаламның өмірі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірімен өте қатты маңызды. Себебі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мекке жерінде дүниеге келді дейтін болсақ, сол кісі дүниеге келуден бұрын Мекке жерінде адамдар тұрды ма? Ол адамдар қаяқтан келіп қоныстанды? Деген сияқты сұрақтарға жауап іздейміз. Солардың бүгін жалғасы иншалла. Сонымен Ибрахим алейхиссалам, мына жерде жаздым. Тарих ибн Нахур, имам ибн Касир Аль-Бидая ва Нихая кітабында Ибрахимнің әкесінің аты Тарих деп келтірген. Кейбір ғалымдарымыз оны Азар деп айтқан, немесе Азарды көкесі деп айтқан ғалымдар бар. Мысалға, имам Ша'рави Азарды Ибрахим алейхиссаламның әкесі емес, көкесі деп айтады. Құран кәрімде Азар мен Ибрахимнің оқиғалары, қиссалар туралы баяндалған. Ибрахим алейхиссаламның әкесінің есімі Тарих, яғни Ибрахимнен кейін өзінің бауыры Нахур деген бар, және Харан деген бар. Мінекей, қазір бұларға келетін боламыз әрқайсысына жеке-жеке. Енді Ибрахим алейхиссалам қазіргі Ефрат, Тигр мен Ефрат дейді, Месопотамия жері деп айтады бұны. Сол Ефрат өзенінің маңайындағы Ор деген қалада дүниеге келген. Бұл дүниеге келген қала үш нәрсеге табынатын болған екен. Үш түрлі құдайлар болған екен. Біріншісі, көктегі жұлдыздар, күн, ай. Осылардың әрбірін жаңағы құдай деп табынатын болған. Олардың әрқайсысына істелінетін діни рәсімдері мен нышандары болған. Екіншісі, бұл пұттар, қолдан жасалған мүсіндер. Үшіншісі, бұл сол елдің патшасы болған Намруд деген. Имам Ибн Жарир Табари айтады, жердің бетін, батысы мен шығысын билеген мұсылмандардан екі патша, кәфірлерден екі патша болған дейді. Мұсылмандардан екі патша ол Зулқарнайн мен Сүлеймен пайғамбар дейді. Мұсылмандардан жердің бетін билеген. Кәфірлерден болған екі патша бұл Намруд пен Бұқтанасыр дейді. Демек, Намрудтың өзінің астындағы билігі мен байлығы, мал, мүлкі, дүниесі оны соқыр қылды да, оны құдаймын деп айтуға дейін апарды дейді. Ибрахим алейхиссалам үлкен сынақ алаңында дүниеге келді, көрдіңіздер ме? Ибрахим алейхиссалам бір емес, үш құдайға табынатын елде дүниеге келген екен. Сынақтың үстіне сынақ, оның көкесі Азар пұтты қолдан жасап сататын кісі болған екен да. Пұтты қолдан жасап сататын кісі болған екен. Базарға Ибрахим алейхиссалам сол пұттарды апаратын болған екен жіппен тізіп. Ол құдайларымыз ғой, көтеріп неге жүрмейсің десе, құдайларымыз болатын болса, оны біз қалайша сатамыз деп айтады екен да. Аналардың барлығын жіпке орап алып сүйретеді екен жаңағы мүсіндердің барлығы. Сөйтіп апарып аналарға су береді дейді, неге ішмейсіңдер сендер деп, жаңа адамдардың сыйынатын құдайларын өздеріне масқара етеді екен. Демек, оның барлығы қолдан жасалғандықтан ешқандай күшке, құдіретке ие емес олар. Осылайша Ибрахим алейхиссалам Ор қаласынан жас күннен Аллах тағаланы танып өсті дейді. Жас күннен мына жаратылысқа қарап ойланатын еді дейді. Аллах тағала Ибрахим алейхиссаламды жас күнінен пайғамбар етіп таңдаған дейді. Уаттахазаллаху Ибрахима халила дейді Аллах тағала Құран кәрімде. Аллах тағала Ибрахимді өзіне сүйікті дос етті дейді. Демек, Ибрахим алейхиссалам Аллах тағаланың жер бетіндегі сол кездегі ең сүйікті пендесі болған екен. Несімен? Мінекей пайғамбарлық келді, енді адамдарға Аллах тағаланы таныту мәртебесімен. Аллах тағаланы танытам деп ол кісі қауымның барлығы жинап қойып, «Ей, сендер сыйынатын мына жұлдыз құдай деп ойлайсыңдар ма?» деп сұрақ қояды екен да. Таң атқан кезде, «Ай, сендердің құдайларың қайда кетті?» деп айтады екен. «Мен мұндай жоқ болып кететін құдайларды жақсы көрмеймін» деп айтады екен да. Екінші, ай да сондай ғой, таң сәріде жоқ, бұнда мен жақсы көрмеймін деп айтады дейді. Күн ше, күн қараңғы батқан сәтте жоқ бола, қараңғы болған кезде жоқ болып кететін құдайларды жақсы көрмеймін деп айтады дейді. Негізінде жұлдыз адамдарға жол табу үшін жаратылғанда, бірақ олар құлшылық қылу үшін өздеріне құдай қылып алып жатыр.
Жұлдыздың өзі үш мақсаты бар дейді жаратылған. Біріншісі адамдар адасқанда жол табу үшін, екіншісі шайтандарға атқылану үшін, және аспанды Аллах тағала әдемі қылып безендіру үшін жаратып қойған дейді. Адам Аллах тағаланың құдіретін тану үшін жұлдызға қараса жеткілікті. Әр жұлдыздың көлемі туралы оны айтпай қойып, ол басқа әңгіме. Сол нәрселердің барлығын айтқан кезде қауымы ойланып қалады екен ғой. Шынымен де мына баланың айтып жүрген нәрсесі дұрыс ау дейді. Бірінші нәрсе кетті ма? Бірінші нәрсесімен бұларды қиратты. Құдайымыз деп жүрген нәрселер. Екінші нәрсе не? Бұл пұттар. Пұттар қайдан пайда болды? Бүкіл пайғамбарлардың заманындағы жасалынған пұттар сол заманның алдындағы игілік, ізгі істермен айналысқан кісілердің түрлері екен ғой. Қазір қойылып жатыр ғой, мүсіндер нелері. Сол өздерінен бұрынғы аталарының ізгі кісілердің мүсінін жасап алып, осы кісілер бізге пайда береді, зиян береді, жаңбыр жаудырады деп соған сыйынады екен. Олар аспаннан алмаған оны. Сол өзінің заманының алдындағы өмір сүрген кісілердің мүсіндерінен, жаңағы кейіптерінен алған екен. Сонымен Ибраһим алейхиссаламның қауымында жылына бір рет болатын діни рәсімге айналған мерекелер бар екен. Сол мерекелерінде олар жаңағы пұтханалар бар ғой. Үлкен пұтханада соларға тамақтарды әзірлеп дайындап, кейін қаланың сыртына шығып кетіп өздерінің жаңағы рәсімдерін жасайды екен. Сол күн жақындаған кезде, жаңағы пұттарды тойлайтын күн жақындаған кезде мерекелерін Ибраһим алейхиссалам жұлдызға қарады дейді. Фаназара назрatan фин-нуджум фақала инни сақим деп айтты дейді. Ибраһим алейхиссалам жұлдызға қарады да мен аурумын деп айтты дейді. Жұлдызға қарады да мен аурумын деп айтты дейді. Қызық. Қандай ауру ол? Қандай ауру? Ол Ибраһим алейхиссаламның шегетін рухани ауру екен да. Аналардың Аллахқа серік қосып жасап табынып жатқан нәрселерін көрген кезде Ибраһим алейхиссалам рухани іштей ауырады екен. Сондықтан не деді? Мен фақала инни сақим, мен аурумын деді ғой Ибраһим алейхиссалам. Аурумын деген сөзі мен сендермен бірге діни рәсімдеріңді тойлай алмаймын. Олар сөйтіп түсінді. Ауырып тұрсаң, онда сен елде қала бер деді. Барлығы қаланың сыртына шығып кетті. Ибраһим алейхиссалам елде қалды да пұтханаға кірді. Сөйтті де бардың алдында тамақтар тұр ғой. Жемейсіңдер ме деп айтады дейді. Жемейсіңдер ме мына тамақтарды сендерге алып келді ғой деп айтады. Неге сөйлемейсіңдер сендер деп ана құдайларға тиісіп жүр дейді Ибраһим алейхиссалам. Сөйтті де үлкен балтамен бүкіл жаңағы пұттардың барлығын шауып қиратып жерге тастады да балтаны үлкен, жаңағы ішінде үлкен пұт бар екен, соның иығына іліп қойды дейді. Енді сол үлкен пұт мыналардан қызғанып, жаңа тамақты осы істеді деп ойлау үшін. Сөйтіп адамдардың барлығы жаңа рәсімдерін болып, жаңа пұтханаға кірсе, қирап жатыр дейді ананың іші деген. Ойбай құдайлар деп айқайлап жүр дейді аналар. Құдайларымыз деген қирап қалыпты дейді. Сонымен бұны кім істеді? Бұны кім істеді? Айқай шу, сонымен бұны істесе жалғыз адам бар дейді. Біздің құдайымызға тиісіп жүрген ол Ибраһим дейді. Соны істеу мүмкін дейді. Сонымен Ибраһим алейхиссалам шақыртады. Шақыртса айтады: "Бәл фаала кабирухум хада." Бәлкім мына үлкен шығар істеген деп айтады дейді Ибраһим. Сұрамайсыңдар ма сендер құдай деп жүрсіңдер ғой? Осыдан сұраңдар. Менен неге сұрап жатсыңдар? Деген кезде шынымен де бұл құдай сөйлемейді ғой деп тағы да қауым не істеді? Екі жақты болып қалды дейді. Біздің сыйынып жүрген нәрсеміз қалайша өз-өздерін құтқара алмай қалды мына жаңағы Ибраһимнен деп айтады дейді. Жап-жас баладан деп өздерімен өздері күмәнға түсті дейді. Екінші нәрселерін сындырды ма? Енді үшінші нәрсе бар, адамдардың барлығы ашуланып, болған оқиғаның барлығын барып сол елдің патшасы Намрудқа барып айтты дейді. Намрудқа барып айтты дейді. Сол кезде Намруд оны шақыртыңдар деп айтты дейді. Ибраһим алейхиссаламды алдына шақыртты дейді Намруд. Шақыртты да сенің Раббың кім деп айтты дейді Ибраһим. Сонда Ибраһим алейхиссалам менің Раббым юхи ва юмит, тірілтеді және өлтіреді деп айтады дейді. Сенің Раббың сондай ма? Мен де тірілте аламын, өлтіре аламын дейді. Ақымақ болсаңда, зынданнан екі адам шығарыңдар деді. Екі адам шығарды да өлімге кесілген. Біреуін мынаны өлтіріңдер да мынаны қоя салыңдар деп айтты дейді. Көрдің бе Ибраһим, мен де өлтірдім, біреуін тірілттім деп айтады дейді. Бұған ақылы жағынан келмегендіктен, нақли жақтан келмегендіктен, ақылы жағынан, ақыл тұрғысынан не істеді Ибраһим?
алейхиссалам тағы бір мысал келді. Менің Раббым деді, күнді шығыстан шығарып батысқа қарай батырады деді. Егер де сен Раббы болатын болсаң, Құдай болатын болсаң, сол батыстан батқан күнді шығарып, шығысқа қарай батырып берші деді ғой. Сонда Намрут не істеді? Қор болды. Күллі қауымның ортасында қор болды дейді. Өзін Құдаймын деп тұрған адам. Істей алмайды ол өйткені оны. Сол кезде Намрут қатты ашуланды да, мынаны қандай жазаға кесеміз деді. Бұл өлімге кесіліп тұр деді. Осы жерде тұрған жерінде өлтіруімізді қалайсыңдар ма? Әлде бұны өртеп ләззаттанайық дейді барлығымыз. Сонда халықтың барлығы не істеді? Өлтіріңдер деді. Қалу харриқуху вансуру алихатакум ин кунтум фаилин. Егер де бізден сұрайтын болсаңдар, онда жаңағы өздерінің құдайларына жәрдем ретінде не істеңдер? Ибраһимді өртеңдер деп айтты дейді. Сонымен қауым үлкен бір жаңағы адамды өртейтін орта салды дейді. Жаңағы бір ғимарат салды да, соның ішін отқа толтырды дейді. Оны бірнеше күн жақты дейді. Сөйтіп Ибраһим алейхиссаламды манжаниқ деп айтады, мына катапульта дейді ма бізде? Катапультаға салып лақтыруға дайындалып жатыр отқа. Ибраһим алейхиссалам отқа тасталатын кезде Жабраил алейхиссалам келіп, саған қандай көмек керек деп айтты дейді. Сонда Ибраһим алейхиссалам, сен жаратушысың ба, әлде жаратылғансың ба деп айтты дейді. Әлбетте мен жаратылғанмын деп айтады дейді. Сонда маған жаратушының көмегі керек деп айтты дейді. Иманның сондай шарықтау шегі сөйтті де Ибраһим алейхиссалам хасби Аллаху ва ниъмал вакил деп айтты дейді. Алла маған жеткілікті, ол қандай жақсы қамқоршы деп айтты дейді. Осы дұғаны айтқан екі пайғамбар бар. Біреуі Ибраһим алейхиссалам, екіншісі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екен. Бұны барлығымыз жаттауымыз керек екен. Мұсылман адам әр күні бұны айтып жүру керек. Өйткені бізге Раббымыздан асқан қамқоршы, Раббымыздан асқан жәрдемші, Раббымыздан асқан көмектесуші, құдірет иесі жоқ. Өзіңнің жақының өзіңе жақсылық істейді деп жүрген жақынның өзіне істеп кетуі мүмкін, жамандық істеп кетуі мүмкін. Бірақ Раббымыз Аллах тағала пендесіне ешқашан зұлымдық қылмайды. Пенде өз-өзіне зұлымдық қылады. Барлығымыз жаттауымыз керек екен. Демек, хасби Аллаху ва ниъмал вакил деп айтты дейді. Сонда Аллах тағала не деді отқа? Я қулна я нару куни бардан ва салама аля Ибраһим. Сонда ана катапультамен отқа лақтырылып бара жатқан кезде біз отқа айттық дейді. Ей от, Ибраһимге салқын әрі зиянсыз, қауіпсіз бол деп айтты дейді Аллах тағала. Сонда Ибраһим оттың ішіне түсті дейді. Оттың ішіне түсті де жатыр дейді, рахаттанып. Ана Намрут оттың сондай алаулаған биіктігіне байланысты жаңа оттың жанынан үлкен мұнара соқтырған дейді. Сол мұнараның үстінен қарап тұр дейді. Мұнараның үстіне шығып қарап тұр дейді. Өртеніп жатыр ма, өртенбей жатыр ма деп. Ибраһим алейхиссалам 7 күн бойы жатқан дейді. Бір деректерде 40 күнге дейін жатқан дейді Ибраһим алейхиссалам оттың ішінде. Оттың ішінде ешбір зиянға ұшырамай жатқандығын көрген оның көкесі не деп айтты? Азар Ни'мар Раббу Раббука я Ибраһим деп айтты. Ей Ибраһим, сенің құдайың қандай жақсы құдай деп айтады дейді. Бірақ не? Біз иман келтірмейміз оған деп айтады дейді. Көкесі Азар өмір бақи иман келтірместен өткен дейді. Ей Ибраһим, тіпті айтатын болған, енді бір рет маған осы сенің жаңағы Раббың туралы айтатын болсаң, тасборан қылып өлтірем дейді. Немесе елден қуып шығарам сені деп айтатын болған әкесі. Сонда қараңыздар, Аллах тағаланың даналығын, ана отқа айтып тұрған сөзін қараңыз. Аллах тағала, ей от, Ибраһимге салқын әрі зиянсыз бол деп айтты. Ей от, Ибраһимге салқын бол десеше, я нару куни бардан аля Ибраһим десе не болады? От Ибраһимді мұз қылып қатырып тастайтын еді дейді. От. Бұл жерде Аллах тағала не деді? Ей от, Ибраһимге салқын әрі зиянсыз бол дейді. Ибраһим алейхиссаламға ешбір зиян тимейтіндей болсын деп айтты дейді. Уақыт біткеннен кейін, от сөнгеннен кейін Ибраһим алейхиссалам оттан шығып келе жатыр дейді ғой. Шыққаннан кейін айтады дейді. Оттың ішіндегі күндер өмірімдегі ең ләззатты күндерім деп айтады дейді. Жаңағы жатқан бір апта немесе 40 күн өмірімдегі ең керемет күндер соның ішінде өтті деп айтады дейді.
Демек шынымен де андай ләззат сыйлайтындай кезең болған екен да. Оның осындай халдегі түрін көріп, адамдардың барлығы бұдан қорықты дейді. Сөйтіп Намруд та халық та бұны елден қуып шықты дейді. Және одан бұрын Аллах тағаланың әмірі келді дейді. Бұл елді тастау туралы. Сол елді тастаған сәтінде Ибраһимге иман келтірген санаулы ғана адам болды дейді. Оның біреуі өзінің бауыры Харанның ұлы Лот. Және немере ағасының қызы Сара деген қыз болды дейді. Жақындары. Бір риуаятта немере ағасының қызы дейді, бір риуаятта мүлдем сол елдің тұрғыны деп айтады жаңағы. Бабыл қаласының тұрғыны. Вавилон деп айта ма бізде? Арабтарда Бабыл деп айтады. Сонымен сол жерден үйленді де, некелесті де Ибраһим алейхиссалам Сараны және Лотты алып, мына Ефрат өзенінің жағалауындағы Вавилон қаласынан шығып кетті дейді. Қай қарай кетті? Солтүстікке қарай Шам жеріндегі Харран деген қалаға кетті дейді. Не үшін кетіп бара жатыр ол? Хижрет етіп кетіп бара жатыр. Адамдарға Аллах тағаланың дінін насихаттауға. Харран деген жерден қаққа келді дейді? Халяб деген жерге келді дейді. Бұның аты қазір біздің нелерде Алеппо деп аталады. Шам өлкесінде болды. Алепподан қасиетті Құдыстың айналасына келді дейді. Құдыстан Халил деген қалаға келді дейді. Халилден Мысырға келді. Қазір осы жерге дейін тұра тұрайық. Намруд туралы айтып кетейік. Намруд өзінің құдайымын деген жаңағы патша, өзінің құдайым мен де өлтірем, мен де тірілтем деген патша, Аллах тағаланың қалауымен бір күні мұрнына шыбын кіріп кеткен екен да. Ана кірген шыбын алынбай қалған екен. Кірген шыбын ары қарай өте берген, ызылдап өте берген, миын жеген ғой кәдімгідей. Шыбын бастың ішіндегі құрылыстарын жеген дейді. Құдаймын деп атқан адам бір шыбынды мұрнынан шығара алмай жатыр. Мен құдаймын, сөйлетіп атқан жаңағы билігі мен несі? Байлығы оның сөйлетіп атқан. Мен құдаймын деген адам мұрнынан шыбын шығара алмай, соны ана қасында желпітіп тұратын адамдар бар ғой, ілгерідегі кондиционерлер. Солар жұмыстан кетті де, оның орнына темір ұстайтын адамдар келді дейді жұмысқа. Анау миын жеген кезде құрт, жаңағы шыбын деп миын жеген кезде ұр деп айтады екен анаған ше. Жаңадан кадр пайда болып жатыр да, басынан ұрады екен ана Намрудтың. Намруд ұрған кезде жерге құлап есінен танып қалады екен. Сонымен есінен қайтадан тұрған кезде ана шыбын пәленбай жыл бойы, күндер емес, айлар емес, пәленбай жылдар бойы жаңағы шыбын ызыңдатып миын жеп өлтірді дейді Намрудты. Ананы ұра беріп, басынан ұра беріп, Намрудтың басынан қан кетіп өлді дейді. Аллах тағала әрбір тәкаппар дандайсығандарды жек көреді деген осы. Фирғауында не болды? Фирғауында кетті ғой судың астында. Мен құдаймын деді ғой. Ана роббукумул аъла. Мен сендердің ұлы құдайларыңмын деді. Ол да кетті. Олардың барлығы өмір бақи Аллаға күфірлік етіп өткен, өздерін құдай санап өткен дінсіздер. Осылайша Ибраһим алейхиссалам дінді тарату сапарында өзінің әйелі Сарамен қазіргі Египет жеріне барды дейді. Сол жерде қасиетті Құдыстың айналасында Лотқа Аллах тағала пайғамбарлық нәрсені жіберді дейді. Лот сол жердегі Садум деген, қазіргі Өлі теңіздің орнындағы Садум деген қауымға пайғамбар болып келді дейді. Бұлар кетті. Бұл өз алдына кете берсін, өз тарихы. Сонымен Сара анамыз, мен қазір тез айтып отырмын ғой, бірақ арада бірнеше жылдар өтіп жатыр. Сара анамыздың жасы сол кезде 50-ден асып кеткен екен. 50 мен 60-тың арасында дейді. Деректер әртүрлі енді. Бірақ Сара анамыз өте сұлу болған екен. Мысыр еліне жеткен кезде, Мысырдың сол кездегі патшасы фирғауындардың бірі қалаға келген бөгде әйелдердің барлығын өзінің төсегінің астынан өткізіп шығады екен. Сара анамыздың ана сұлулығын, келбетін көріп, қызметшілерін жіберді дейді. Ибраһим алейхиссаламға келді қызметшілер. Бұл сенің кімің деді ғой. Бұл менің қарындасым деді. Әйелі ғой бұл. Қарындасым деді бірақ. Неге қарындасым деді? Өйткені аналардың әйелін десе тартып алатындығынан қорықты дейді. Мұсылмандар бір-біріне бауыр деймі Аллах тағала Құран кәрімде? Біз дін жағынан бауырмыз деп айтады дейді. Ал өмірлік жағынан сен менің жарымсың деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтті де жаңағы патша
Сара анамызды алдыртты ғой. Ибраһим алейхиссалам қалған жерінде Аллах тағалаға құлшылық қылып бастады дейді, дұға қылып жәрдем тілеп жатыр. Өйткені ананың әйеліне зиян беріп қоюынан қорықты жаңа патшаның. Сонымен сол патша Сара анамызға жақындай берген кезінде өзінің сарайына кіріп қолы қатып қалды дейді. Сонда ей Сара, Раббыңа дұға қылшы, мен саған енді зияндық бермеймін деп айтты дейді. Өйткені Сара анамыз Алиге жақындаған кезде Аллахым мына кәпірдің несін, айласын үстем қыла көрме деп айтқан екен да. Аллах тағаланы жақындаған кезде қолын қатырып тастады дейді. Раббыңа дұға қылшы, мен саған ештеңе істемеймін деп айтты дейді. Екінші, анау жаңағы қолы босағаннан кейін қайтадан келіп Сара анамызға атылды дейді. Тағы да қол қатып қалды дейді. Раббыңа дұға қылшы, енді қайталамаймын деп айтты дейді. Сол кезде дұға қылған кезде жаңағы патша қорқып кетті дейді. Қызметшілерін айқайлады дейді. Сендер маған адам емес шайтан да келіп беріпсіңдер ғой деп. Сонымен мынаған жаңа біздің сарайдағы ажарды қосымша қызметші қылып беріңдер, болды, елден кетсін бұлар деп айтады дейді. Тынышымыз жақсы деп айтады дейді. Сонымен Ибраһим алейхиссалам құлшылықта отыр, Алладан жәрдем тілеп отқан кезде Сара анамыз келеді, не болды деп айтады дейді бірден. Аллах тағала олардың айлакерліктерін өткізе алмады бізге деп айтты дейді Сара анамыз. Және бізге Аллах тағала осының құрметіне ажарды сыйға тартты деп айтады дейді. Жасы 60-тан 70-ке өткен шағында сондай жас өтсе де Сара анамыздан бала болмаған екен. Қайтадан Египеттен шыққаннан кейін Сара анамыз Ибраһим алейхиссалам және Ажар үшеуі қосылып Халил деген Палестина, қазірдегі Палестина мемлекетінің ішіне Халил деген қалаға келіп қоныстанды дейді. Сол жерде өмір сүріп жатқан кездерінде Сара анамыз бір күні келіп Ибраһим алейхиссаламға айтты дейді. Ей Ибраһим, сенен ұрпақ қалуын қалаймын деді дейді. Мына Сараны некеңе алуыңды сұраймын сенен деп айтты. Кімді? Ажарды. Сөйтіп Ажарды Ибраһим алейхиссалам өзінің некесіне алды. Ажардан дүниеге кім келді? Исмаил алейхиссалам келді. Исмаил деген ұл келді. Демек Исмаил алейхиссалам қақта дүниеге келді? Шам жерінде дүниеге келген Исмаил алейхиссалам. Сонымен арада бір шама уақыт өткен кезде Аллах тағаланың әмірімен Ибраһим алейхиссалам, жаңа бір риуаяттарда айтады, Сара анамыз қызғанды, жаңағы бетін тырнап алыпты, пышақпен тіліпті деп Ажар анамыз. Жоқ, бұның барлығы жалған риуаяттар. Бірінші әйелінен қашып кетіп қалыпты деген сияқты. Жоқ, бұлардың бұл жерге қарай келуінде Аллах тағаланың үлкен бір даналығы бар. Сонымен Ибраһим алейхиссалам жаңағы Ажарды алды. Омырауында емзөлі Исмаил бар, баласы. Үшеуі келді, мына сапардың барлығынан жүріп келіп Меккеге жетті. Қазіргі Мекке қаласындағы Қағба бар ғой, дәл Қағбаның түбінде бір түйір тал ғана өсіп тұр екен да. Сол талдың түбіне өзінің әйелі Ажарды және емзөлі баласы Исмаилді тастады да артына қарамастан кетіп бара жатыр дейді. Және олардың қолына бір торсық су мен бір жаңағы дорба құрма берді дейді. Сондай Ибраһим, бізді мына жерге тастап бара жатсың ба? Ешқандай жемісі жоқ, суы жоқ жерге дейді, үндемейді дейді Ибраһим алейхиссалам. Қарамастан кетіп бара жатыр дейді. Ибраһим, әлде бұл Алланың әмірі ма деп айтады дейді. Сонда Ибраһим, бұл Аллах тағаланың әмірі деп айтады. Неге артына қарамай кетіп бара жатыр Ибраһим алейхиссалам? Өзінің баласына, әйеліне деген мейірбандығы оянып кетуі мүмкін еді дейді. Қайтадан алып кетуі мүмкін еді дейді. Сондықтан сол жерге оны тастады, артына қарамастан кетіп бара жатты да жаңағы сөзден кейін дұға қылды дейді Ибраһим алейхиссалам. Ей Раббымыз, мен өзімнің ұрпақтарымды ешбір жеміс жидек шықпайтын бір ойпатқа тастап бара жатырмын деп айтады дейді. Аңғара, дым жоқ қой ана жерде, ешбір жеміс, ештеңе шықпайтын бір ойпатқа тастап бара жатырмын. Я Алла, сен оларды өз қамқорлығыңа ала көр деген мағынадағы дұғаларды айтты дейді. Сөйтті де Ибраһим алейхиссалам Шамға қарай кетті дейді. Ал енді Ажар анамыз құрманы жеп болды, су таусылды, көкіректегі сүт таусылды. Сол кезде Исмаил бала, емізөл бала, жылады, көкіректе сүт жоқ. Бала жылап жатыр. Сөйтті де Исмаилді емізөлі орнына жаңағы талдың түбіне қойды да өзі Сафаның үстіне шықты дейді. Айналада біреу кетіп бара жатқан біреу көріне ма су ішетін деп. Сонымен Сафаның үстіне шықса, Маруа бар ғой, қарама-қарсы, екеуі де төбе. Сафаның төбесіне шықса, қарама-қарсы жерде Маруа деген төбе бар. Сол Маруаның үстінен бірдеңе жылтылдайды дейді. Су шығар деп Маруаға қарай жүгіреді дейді.
ана екі төбенің ортасын көрсеңіздер, иншалла ертең барғандар бар, мына жерде бармағандар бар, көрсеңіздер, тастан ол кәдімгідей өкшеңді орып жіберетін, тобығын сындырып жіберетін тастар, шиқыр тастар. Сол екі ортада жүгіріп жүр. Маруаның үстіне барады, қарайды, Сафада бірдеңе жылтырлайтын сияқты. Сафаның ар жағында біреулер бар. Сафаға келеді, Маруаға келеді, Сафаға келеді, Маруаға келеді. Сонымен екеуінің ортасында 7 рет жүгірді дейді. 7 рет жүгірген сәтінде Исмаил, жылап жатқан Исмаил ғой, бала Исмаил, дыбысы шықпай қалды дейді Исмаилдің. Балаға бірдеңе болып қалды деп төбеден түсіп жүгіріп барса, Исмаилдің табанының астынан Жебрейіл алейхиссалам қанатымен ұрып су шығарды дейді. Сендер еш қаймықпаңдар, бұл бала өзінің әкесімен Аллах тағаланың үйін салады бұл жерден деп айтады дейді Жабрейіл алейхиссалам. Сөйтті де сол жерден жаңағы су атқылап шығып жатқан кезінде Ажар анамыз келіп, зәм, зәм, зәм деп айтты дейді. Жинал, жинал, бұл мысыр тілінде жинал, жинал, немесе тоқта, тоқта деген мағынаны білдіреді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, ай, Ажар анамызды Алла рахымын алсын дейді. Егер де сол сөзді айтпағанда, бұл жерден үлкен өзен шығатын еді деп айтты дейді. Аллах тағала Құран кәрімде мына күйеуіне бағынған Алланың